Жапония премьер-министрі Санае Такаичи дүйсенбіде Кумамото өңіріне барды. Бұл өткен аптада магнитудасы 7,1 балдық жер сілкінісі тіркелгеннен бергі оның алғашқы сапары. Такаичи апат аймағын әскери тікұшақпен аралап, барлық жағдайы жасалған паналайтын орталықтардың біріне барды. Алайда бұл әлеуметтік желіде наразылық тудырып, желі қолданушылары премьер шынайы жағдайды жасырғысы келді деп айыптады. 今般視察させていただいた結果も踏まえ、政府としてはプッシュ型の物資支援、都道府県の行う救助業務への支援、応急復旧を含めた災害復旧についてより迅速にかつ一層強化するため、明日200億円を超える規模の予備費の使用を閣議決定し、必要な予算を確保してまいります。 Соңғы дерекке сүйенсек, апаттан 38 адам қаза тапты. Олардың бірі аптап ыстықта көлік ішінде отырып ыстық өтіп қайтыс болған. Қазір 8,5 мыңдай тұрғын лық толы уақытша паналарда отыр. Ал 46 мыңнан астам отбасы ауызсусыз қалды. Жергілікті билік аномальды ыстық халықтың жағдайын одан әрі ауырлатып жібергенін айтады. Сонымен қатар дүйсенбіде ауа температурасы 40 градусқа жуықтайды.